Ауыл медицинасы жаңа деңгейге көтерілуде. Елде алғашы медициналық санитарлық көмекті жетілдіру және ауылдық жерлердегі медициналық қызмет сапасын арттыруға бағытталған ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы жүзеге асырылуда. Соңғы 6 жыл ішінде Қарағанды облысы бұл бағытта айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізді. Атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспарлар туралы келесі сюжетте. Ауылдық жерлерде 7 аудандық аурухана, 4 ауылдық аурухана, 59 дәрігерлік амбулатория, 49 фельдшерлік акушерлік пункт, 136 медициналық пункт медициналық көмек көрсетеді. Өткен жылы ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында 26 медициналық нысан ашылды. Ал биыл тағы 66 нысанның құрылысын аяқтау жоспарлануда деп мәлімдеді Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының басшысы. 2026 жылға дейін ауылдық медициналық ұйымдардың жартысынан астамы жаңартылды. Ал өңірлік бағдарлама аясында 2033 жылға дейін тағы 20 нысанның құрылысы жоспарланған. Оның ішінде бір ауылдық аурухана, 3 дәрігерлік амбулатория, 4 фельдшерлік акушерлік пункт және 12 медициналық пункті бар. Өткен жылы ауыл шаруашылығын жаңғырту ұлттық жобасы аясында 26 жаңа медициналық нысан ашылды. Осы 2025 жылы 66 нысанның құрылысын аяқтау жоспарланып отыр. Аталған жоба бойынша дайындық жұмыстары 2024 жылы жүргізілді. 2026 жылға қарай ауылдық медициналық ұйымдардың 52% жаңартылатын болады. Кадр мәселелерін шешу үшін әкімдіктер мен бейінді ұйымдармен бірлесіп мамандар тарату бағдарламасы іске асырылуда. Олар көтерме жәрдемақы алады, қызметтік баспанамен қамтылады, оқыту және тағылымдамадан өтеді. Тек өткен жылы ауылдарға келген 210 жас маманның 106-сы жұмысқа орналасты. 63 специалиста получили 63 маман 407 миллион теңге көлемінде көтерме жәрдемақы алды. 2025 жылға бұл мақсатқа 419 миллион теңге бөлініп, тағы 70 маманды тартуға мүмкіндік берді. 2024 жылы 200 пәтер берілді. Оның 54-і ауылдық жерде орналасқан. 2025 жылы Нұра ауданында 14 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы жоспарланған. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында барлық 106 маман көтерме жәрдемақы алды. 40 маман ауылда тұрған үй сатып алу үшін 2500 айлық есеп көрсеткіш көлемінде бюджеттік несие рәсімдеді. Сонымен қатар 106 маман шетелде оқудан өтті. Оның 25-і ауылдық медициналық мекемелерден. Ернұр Сағдатұлы, Николай Шефелев, 5-ші арна.